көп. Абай облысы білім басқармасы Аягөз ауданының білім бөлімі Шыңғыжа Батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы, жетекші Қабдолданова Айнұр Тұрсынбековна, химия пәні мұғалімі, зерттеуші педагог. Мен бұл жобаны ойлаудағы себебі, мен күнделікті тұрмыстық үй жағдайында жеміс-жидектер мен көкөністерді көп пайдаланамын, және олардың дәмі әртүрлі болып келеді. Оны зерттей келе, көкөністер мен жеміс-жидектердің құрамында азот көп болады екен. Бүгінгі бізде жобаның мақсаты эксперименттік жолмен көкөністердегі нитраттарды анықтау, зерттеу нысаны көкөністер. Біз жобаны зерттеу әдістерін пайдалана келе, ең алдымен арнайы әдебиеттерді оқып зерттедім. Және де көптеген бейнероликтерді көрдім, және олардың барлығымен бақылау жасадым, эксперимент жасадым. Одан кейін тәжірибені қорытындылап, алынған мәліметтерді талдап, жалпылай зерттеу жұмысын бастадым. Мен әдебиет саласын көп оқи келе, нитраттар дегеніміз не деген сұраққа жауап таптым. Нитраттар азот қышқылының тұздары, табиғи қосылыстар және суда жақсы ериді. Бізде нитраттар көбінесе тыңайтқыштар арқылы көкөністерге түседі. Нитраттар түсетін көбінесе көкөністер, қауын, қияр, қызанақ, мақта және тағы басқа. Бізде нитраттар шұжықтар мен басқа да өнімдерді өндіруде тағамдық қоспалар ретінде қолданылады. Сонымен мен зерттей келе, қай көкөністің, қай жерінде көп нитраттар бар екенін білдім. Қарап тұрсақ, бізде картоптың, қызанақтың, бадыранның, қиярдың сыртқы бөлігінде нитраттар көп болса, редиска мен жүгерінің ішкі бөліктерінде көп болады. Бізде көбінесе нитраттар пісқан жемістер мен көкөністерден қарағанда, шикі жемістер мен көкөністерде көбінесе кездесе жатады. Бізде мысалға ала келсек, бадыранның бастапқы және аяқ жағында ортасынан қарағанда көбінесе нитраттар көп бөлінеді. Яғни бастапқы жағында 400, аяқ жағында 280, ал ортасында 200. Келесі бізде қызанақ. Қызанақтың да бас жағында бізде нитрат саны ортасына қарағанда көп бөлінген. Ал бізде қауынның ішкі жағында нитраттар аз бөлінген, яғни сыртқы жағына қарағанда. Сондықтан біз осы жеміс-жидектер мен көкөністерді пайдалана келе, олардың бас жақтарын және де сыртқы қабықтарын алып тастаймыз. Себебі көп нитраттарды пайдаланған жағдай бізге қауіпті болып келеді. Көкөністер мен жемістер нитраттардың негізгі көзі болып табылады. Нитраттар зиянды, өйткені ішек микрофлорасының әсерінен натриттерге айналады. Олар қандағы гемоглобинді, оттегін тасымалдау қабілетін айырады. Жасушалардың тыныс алуына жол бермейді. Бұлайша айтқанда, олардың өліміне әкеледі. Нитраттар жоғарғы көкөністерді бір рет жегеннен кейін жедел улану пайда болуы мүмкін. Қандағы метгемоглобиннің 20% немесе одан да көп жинақталуы өмірге қауіп төндіреді. Метгемоглобинанемияның бұл қандағы гемоглобиннің оттегін тасымалдаудағы қабілетсіз метгемоглобинге ауысуынан туындаған оттегі ашығуы. Қандағы метгемоглобиннің мөлшері шамамен көп болса, ұйқышылдық пайда болады. Ал 50%-дан асатын болса, тұншығудан болатын өлімге ұқсас өлім пайда болады. Ауру тыныс алудың, тихокардияның, цианоздың ауыр жағдайларында сананың жоғалуымен, конвульсиямен сипатталады. Біз көбінесе көкөністерде нитраттар көп қосылған көкөністерді пайдаланбаймыз. Себебі оларды көп пайдаланған жағдайда адамда улану жағдайлары басталады. Және олардың алғашқы белгілері бізде ентігумен жүрек соғуының жоғарылауы сананың жоғалуына дейін апарады. Және диарея, көбінесе қан мен бауырдың ұлғаюы, көз ақуыздарының сарғаюымен болады. Бізде көкөністер құрамында натрий иондары болады. Ол иондарды анықтау үшін натрий нитраттарына күкірт қышқылын қосып, мыспен араластырып зерттеу жасаймыз.
Соның қорытындысында реакция кезінде натрий нитраттары қоңыр түсті газ шығарады және де ерітінді ашық көк түске боялады. Мен өз зерттеу жұмысымды 2:1 кестеге түсірдім. Сонда бізде сәбіздің бірінші сынамасы бойынша ішкі жағында көгілдір дақтар көрінеді, натрий көзбен анықталмады. Екінші сынама бойынша сыртқы жағы өзгеріссіз, ал үшінші сынама бойынша жоғарғы жағы ерітіндіде бір көк дақтар байқалды. Бізде келесіде 40 қабаттың бірінші сынамасы бойынша қабығы ашық көк ерітінді натрий көзбен анықталған жоқ. Бізде келесі пияз. Пиязды бірінші сынамасы бойынша сыртқы жағы көк шешім, яғни натрий көзбен анықталған жоқ. Келесі картоптың бірінші сынамасы бойынша ортасы өзгеріссіз қалса, екінші сынама бойынша сырты ерітінді бозғылт көк түске боялған. Көкөніс нитраттарын арнайы аспаппен зерттей келе, картоп, пияз, сәбіз, қызылша, қырыққабаттардан ең жоғарғысы қызылша мен қырыққабатты көрсетіп тұр. Мен өз жобамды қорытындылай келе, бізде өсімдіктер нитраттарды өздеріне көп сіңіреді және оның әсері адам баласының денсаулығына зиян келтіреді. Сондықтан біз көкөністерді пайдаланған кезде көбінесе орта жағын пайдалануымыз керек. Менің сіздерге ұсынысым көкөністерде нитраттар көп шоғырланған жерлерді кесіп алу және де нитраттар мөлшерін еске алып, оны дұрыстап пайдалану. Назарларыңызға рахмет. Көкөністер